Сәлем достар, бүгін 3-ші сыныптың математика пәнінен 2-ші тоқсан бойынша бөлім бойынша жиынтық бағалайтын боламыз. Бірінші тапсырманы қарайық. Баған түрінде жазып есепте. 929-дан 114-ті азайтамыз. 815 қалады. 532-ге 326-ны қосамыз. 858. 570-тен азайтамыз. 347-ні. 223. 396-ға қосамыз. 147-ні. 543. Осылай баған түрінде жазып есептейміз. Терімізге. Енді екінші тапсырманы қараңыздар. Бар болған екі тапсырма өзі өрнектердің мәнімен сәйкестер. Мына жерде өрнектер беріліп тұр. Шаршылардың ішінде және дөңгелектердің ішінде мәні берілген. Бір-бірімен салыстыруымыз керек. Қараңыздар. 640-ты 8-ге бөлеміз.